Қадірлі қазақ елі, менің аты жөнім Ерубаева Анастасия Валерьевна. Туып өскен жерім Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Астрахан ауданы. Осынау ұлан байтақ қасиетті құт қонған қазақ елінің ғажап мәдениетіне бала кезімнен ғашық болып, қазақ тіліне деген шынайы махаббатым оянды. Қазақ мектебін үздік аяқтап, көптеген байқаулардың жүлдегері атандым. 2015 жылы республикалық абай оқуларынан жүлделі 2-ші орынға ие болдым. Соның дәлелі ретінде ұлтым поляк болғанмен қазақ. Тәрбие басы тіл деп Махмұд Қашқари бабамыз айтқандай, тілге құрмет, елге құрмет деген сөзді ұран қылып, өз таңдауымен Нұр-Сұлтан қаласындағы Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі мамандығы бойынша оқып, оны қызыл дипломмен аяқтадым. Менің жүзім басқа болғанымен жүрегім бір, тілім басқа болғанымен тілегім бір. Осы қағиданы ұстана отырып, жүрегімнің қалауымен қазақ азаматының асыл жары, әрі қазақ отбасының сүйікті келінімін. Бүгінгі таңда Целиноград ауданы Арайлы ауылының орта мектебінде қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі болып еңбек етудемін. Болашақтағы арман мақсатым ел болашағына қалтқысыз еңбек етіп, мемлекеттік тілдің мәртебесін нығайтуға өз үлесімді қосу. Барша қазақстандықтарды тәуелсіздігіміздің 30 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Ынтымағы мен бірлігіміз бекем, тірлігіміз тиянақты болсын. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болғай. 130-дан астам ұлт пен ұлысты бауырына басып, достықты ту еткен қазақ еліне Бұхар жыраудың 11 тілегін тілегім келеді. Бірінші тілек тілеңіз бір Аллаға жазбасқа. Екінші тілек тілеңіз ең шұғыл пастық залының тіліне еріп азбасқа. Үшінші тілек тілеңіз үш көлсіз көйлек кимеске. Төртінші тілек тілеңіз төрде төсек тартып жатпасқа. Бесінші тілек тілеңіз 5 уақытта 5 намаз, біреуі қаза болмасқа. Алтыншы тілек тілеңіз 60 басты ақорда ардақтаған аяулың күнінен ертең біреуге тегінен тегін олжа болмасқа. Жетінші тілек тілеңіз желкіл деген ту келіп, жер қайысқан қол келіп, содан сасып тұрмасқа. Сегізінші тілек тілеңіз 8 қиыр шартарап, жер тұлданып тұрмасқа. Тоғызыншы тілек тілеңіз төреңіз тақтан таймасқа, 90-дағы қарт бабан топқа жаяу бармасқа. 10-шы тілек тілеңіз 10 ай сені көтерген, омыртқасы үзілген, аязды күнде айналған, бұлтты күнде толғанған, тар құрсағын кеңіткен, тас емшегін шүбіткен, анаң бір аңырап қалмасқа. 11-ші тілек тілеңіз 10 бармағы қыналы, омырауы жұпарлы, иісі жұпар аңқыған, дауысы қудай саңқыған, назы менен кидірген, қылқы менен сүйдірген, ардақтап жүрген бекешін, жылайдай жесір қалмасқа.